Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін Көкейтесті каналының оқырмандары, біз бүгін ойымызда, ұлтымызда ұсақтап бара жатқан жоқ па деген тақырып аясында сөз қозғауды жөн көріп отырмыз. Өйткені қазір ұлтымызға қатысты, ұлтымыздың тағдырына, тарихына, әдебиетіне, мәдениетіне қатысты тақырыптардан көрі отбасы, ошақ қасының әңгімесі әрқандай жерде көбірек айтылатын болды. Мәселен, әлеуметтік желілерге көз салсаңыз да, ұлт тағдырына, елдік мәселеге немесе қоғамдағы өзекті тақырыптарға арналған салмақты мақалалар мен сұхбаттар көпшіліктің назарын аудара бермейді. Ал бір әнші ажырасыпты, пәленшенің тоқалы бар екен, немесе түгеншенің көңілдесі туралы айтылыпты деген тәрізді өсек пен төсектің әңгімесі болса, әп-сәтте 100 мыңдаған, тіпті миллиондаған қаралым жинайды. Мәселен, жақында ара медиа ұсынған егемендік декларациясынан тіл туралы бап қалай түсіп қалды деген сүбелі сұхбатты бір күн ішінде небәрі 20 мыңға жетер-жетпес адам қараса, ал Тұрсынбек Қабатовтың жұбайының күйеуімнің көңілдесі бар деген хат келді деген сұхбатын 8 сағатта 217 мың адам көріп, жүздеген пікір қалдырыпты. Қазір тіпті оның көрілімі миллионнан да асып кеткен болуы мүмкін. Бірақ ойлап қараңызшы, осы неге, не үшін қажет болды? Біреудің отбасылық өмірі көпке қаншалықты қызық? Есесіне қазір екінің бірі еңіздің сыңары тіл мәселесін айтқысы келеді. Бірақ сол тіл мәселесіне қатысты маңызды түйіндерді тіліне тиек еткен сұхбаттан көрі Тұрсынбектің әйелінің жылап сықтап айтқан әңгімесі неге сонша жұртқа қызық болып тұр? Бізді ойландыратын осы мәселе. Міне осының өзі қоғамдағы рухани деңгей мен ақпараттық талғамның қалай өзгеріп бара жатқанын айқын көрсетеді. Елдің ертеңіне алаңдайтын, ұлттық мүддені талқылайтын салмақты әңгімеге жұрттың ынтасы азайып, керісінше жеңіл-желпі өсекпен басқа да мазмұндарға сұраныс артып барады. Бұрын жұрт жақсы ақынның өлеңін, ойлы қаламгердің әңгіме мақаласын іздеп жүріп оқитын. Қазір кімнің кіммен ажырасқаны, кімнің қандай киім кигені жаңалыққа айналды. Мұндай құбылыс тек біздің қоғамда ғана емес, жалпы жаһандық деңгейдегі ақпараттық дағдарыстың көрінісі. Бірақ қазақ қоғамы үшін бұл үрдістің қауіпті тұсы ұлттық сана мен рухани құндылықтардың әлсіреуінде. Өйткені халық не көріп, не тыңдап отыр, соған қарай ойы қалыптасады. Талғам өседі, не төмендейді. Егер елдік сана мен мәдени деңгей осылай әлсірей берсе, ертең бізді біріктіретін ортақ құндылықта қалмайды. Ұлттық идеяның орнын даңғазамен дақпырт басады, қоғам өз назарын неге бұрса, соны өсіреді. Егер өсекке мән берсек, өсек көбейеді де, өрелі ойға мән берсек, ой өседі. Рухани жақтағы сапамыз артады. Міне осы тұрғыдан алғанда ұсақталып барамыз ба деген сұрақ жай сауал емес, бүгінгі қоғамның рухани мәселесі. Егер біз шын мәнінде ел боламыз десек, кім не деді деп емес, не үшін айтты сол мәселені деген сауалға мән беруді үйренуіміз керек сияқты. Өйткені ұлттың іргесін өсек емес, өрелі ой бекітеді. Адам не көріп, не тыңдаса, ойы сонымен қалыптасады. Егер қоғамның көп бөлігі жеңіл, мәнсіз ақпараттарды тұтынса, онда терең ойлау қабілеті де төмендейді. Салдарынан елдік мәселеге селқос, сын көзбен қарай алмайтын, талдау мәдениеті жоқ ұрпақ көбейеді. Ұсақ ақпарат пен өсек аяң халықтың назарын шырнайы рухани мұрадан бұрып жібереді. Нәтижесінде дәстүр, тіл, тарих, дін, әдебиет секілді ұлттық негіздер екінші қатарға сырғиды. Ал рухани негізі әлсіреген ұлт бірлік пен бағытынан айырылады. Талғамы төмен, ақпаратты сараптай алмайтын қоғамды басқару оңай. Ондай ортада фейк, жалған жаңалық, саяси үгіт, тіпті сыртқы ықпалда тез тарайды. Бұл ақпараттық қауіпсіздікке тікелей соққы. Жеңіл-желпі, арзан күлкіге құрылған контент адамдардың жан дүниесін жұтаңдатады. Эмоция мен мейірімнің орнын мысқыл мен кек алу басады. Ақпараттық талғам
мәдениеттің айнасы. Егер өнер, әдебиет, ғылым мен ойшылдық екінші орынға ығысса, қоғамда рухани даму тоқтайды. Өнердің орнына шоу, білімнің орнына блогерлік, ақылдың орнына айғай шығатынын бүгінгі қоғамдық болмысымызда айғақтап болған жоқ па? Қазір газет оқымайтын, радио тыңдамайтын, кітап оқымайтын жұрт әлеуметтік желіден әртүрлі «былай істесең тез байисың», «менің сабағымды сатып алсаң бір айда миллион теңге табыс табасың» деген сияқты арзан ақыл сатқыштардың сабағын сатып алуға құмар. Шын мәнінде олардың көбі де өз өмірінде нақты табысқа жетпеген, бірақ мотивация мен жеке даму деген желеумен елдің сенімін пайдаланып жүрген жандар. Ал жұрт ойланбай солардың жалған уәдесіне сеніп, уақытында, қаржысында рәсуа етеді. Осы құбылыста қазіргі қоғамдағы ақпараттық сауаттың төмендігі мен рухани бағдардың әлсіреуінің айқын көрінісі. Ал шын мәнінде байлық та, жетістік те дайын ақыл арқылы келмейді. Еңбек, білім, табандылық тұрақты табыстың жалғыз жолы екенін өмір заңы әлдеқашан дәлелдеген ақиқат емес пе? Қоғам тез байығысы келетін, бірақ еңбектенгісі келмейтін адамдарға толса, онда рухани жақтағы құлазу, кейінге шегіну басталады. Себебі мұндай психология елдің емес, жеке қалтаның қамын ойлататын, жауапкершіліктен қашатын қауіпті сана қалыптастырады. Жас ұрпақтың кітап оқымауы, күн өткен сайын компьютер басты жарты адамдарға айналып бара жатуы да жеңіл ақпараттың желкенін желбіретіп тұр. Кітаптың орнын телефон басқан заманда жастардың ойлау кеңістігі тарылып, ақпаратты терең талдау қабілеті төмендеуде. Ой еңбегін талап ететін оқудан гөрі жылтыраған экраннан дайын дүниені тұтынуға үйренген ұрпақ рухани дағдарысқа бет алып бара жатқандай сезіледі. Қысқасы, ұсақталу уақыттың емес, ұлттың трагедиясы. Біз ақпараттың емес, ақиқаттың соңынан жүруіміз керек еді. Әлеуметтік желінің жылтырын шындықпен шатастырған сайын рухани биігімізден алыстай түсеміз. Ұлттың ұлылығы ойдың тереңдігінде, сөздің салмағында, рухтың биіктігінде. Егер біз сол салмақты қайта іздей алсақ, ұсақтықтан құтылып ұлылыққа бет бұрамыз десек, өзіміздің ақпараттық талғамымызды ең әуелі өсіруіміз керек. Ал егер жеңіл-желпі мәнсіз дүниелерге еліктей берсек, рухани жұтаңдықтың құрдымына өзімізді өзіміз өз қолымызбен итереміз. Сондықтан бүгінгі басты сұрақта ұсақтап барамыз ба емес, ұсақталудан қалай арылмақпыз деген мәселеге тірелуі тиіс. Өйткені ұлттың рухани тірегі, рухани болмысы күшеймей, біздің ұлттың болашағынан да үміт күту қиын. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.